Ассалаумағалейкум ағайындар. Қалдарыңыз қалай? Тағы да эфирге шыққалы отырмын бір күнде 2 видео түсіріп. Енді мынау біраз жаңағыдай жағдайлардан кейін осындай әрекеттер тезірек жылдамырақ қозғалып істемесек тағы да болмайды. Айтпасам сондықтан бір нәрсе айтайын деген. Ағайындар, мынау бізде мысалға Қазақстанда жалпы жаңағыдай орталық Азияда мысалға мемлекет республикалық партиялар мысалы құрылып жатыр. Ол республикалық партиялар бар дейік. Демократиялық партия, социал-демократиялық республика басқасын аты өзіміздікін айтып, мысалға социал-демократиялық соңғы жаңағыдай коммунистік партияларымыз, мысалы басқа да партиялар бар. Ал неге бізде мұсылман ислам партиясы жоқ? Неғып мұсылман партиясы жоқ мысалы? Мысалға мұсылман партия бізге де керек қой. Енді біз деген мысалы өзіміз еліміз зайырлы мемлекет деп отырмыз. Соның мысалы 80% бізде мұсылмандар, дұрыс па? Біздің Қазақстан діни басқармасы бар, ислам дінін ұстанамыз. Мазхабымыз имам Ағзам Абу Ханифа мазхабы. А неге бізде ислам мұсылман партиялар жоқ? Сол неге қолға алмасқа? Мысалға, дұрыс қой, ол да болу керек қой, дұрыс па? Ол демократия дегенмен, ол демократия мысалы Американы шығарған несі дейік. Енді біз мұсылман емеспіз ба? Бізде мұсылман партиясы болу керек қой. Өздеріңіз білесіздер, біз мысалы ЛГБТ-ні қолдамаймыз, онда бізге керек емес. Ол вообще адамзаттың жаңағыдай ақыл-ойға кереғар нәрселер. Одан қалса бізде білесіздер, мұсылмандар мысалға зинақорлықты жасатқызбай, жасамау керек. Әрине жасатқызбаймыз, жасамаймыз да. Соңғы жаңағыдай мысалы парақорлық болмайды. Қазір сіздер мысалы жариялап отырсыздар, арғай аттан болады деп отырсыздар. Парақорлық неге белең алып жатыр, неге жаңағыдай зинақорлық белең алып жатыр. Одан қалса арақ мысалға, арақ шарап, ол да мысалға кәдімгідей мемлекеттің дамуына кері әсерін тигізеді. Одан қалса несиелер бар бізде мысалға. Несиелер 30-35% несімен жылдық үстеме ақыларын алып жатыр. Ол ипотекада мысалға несиеге, онда да пайыздық ұстайтын нәрселер бар. Соны сіздер ойландыңыздар ма? Неғып бізде мұсылман партиясы болмайды? Мұсылман партиясы болса, сонда осындай жаңағыдай нелерді алдын алады. Мысалға парақорлық болмайды, жаңағыдай жезөкшелік болмайды біздің елде. Соң тағы да жаңағыдай мысалға шариғатқа қайшы нәрселерді істетпеуге тырысады, және соның алдын алады мысалға. Сондықтан ағайындар, ойланайық. Ойланғанда да бізге сол әрекеттерді жасау керек. Елімізде ешқандай да жаманшылық болмасын десек, мысалға өздеріңізде білесіздер, күнә көбейген жерде зілзала көбейеді, күнә көбейген жерде аурулар көбейеді. Сондықтан күнә жасамау керек. Соны нету үшін, алдын алу үшін мысалға мұсылман партияларын ашу керек. А неге мысалға мұсылман партиялары бізде болмайды? Бізде 80% мұсылман халықпыз ғой, Құдайға шүкір. Сондықтан соны қолға алайық ағайындар. Жаңағындай мұсылман партиясын ашуға тырысайық ағайындар. Бір емес, 2-3 партиясын ашу керек. 2-3 партияны мысалға басқада өзіміздің ауылдық мемлекеттік мысалға партиялар бар ғой қазір. Бұрынғы Асар деген сияқты, Отан, қазіргі Аманат міне. Тағы да сондай партиялар сияқты мысалы мұсылман партияларын ашу керек бізде. Мысалы ол тұрмақ кішігірім мына Қырғызстанның өзінде 1-2 мұсылман партиясы бар кәдімгідей. Жұмыс жасайды. Сондықтан ағайындар, біз не үшін жаңағыда медреседен балаларымызды оқытып жатырмыз, медресе ашып жатырмыз, діни білім беріп жатырмыз. Оның бәрін тек қана имамдыққа мысалға аласыздар ма? Аламыз ба мысалға? Ол алған нені? Дипломды, ол да диплом ғой мысалға, Нұр-Мүбарак деген сияқты. Мысалы Мысырдың Али-Асқар медресесін бітірген ағайындардікі сияқты мысалға. Неге бізге өзімізге мұсылман партиясын ашпасқа? Сол сияқты ағайындар, бізге
сондай мұсылман партиясын ашуға тырысуымыз керекпіз. Соған жаңағыдай атсалысуға тырысуымыз керекпіз. Қаншама мысалы медреседен балаларды оқытып тәрбиелеп шығарып жатырмыз. Оларды да мысалға жұмысқа тарту керек, оларды да мемлекеттік істерге жұмылдыруымыз керекпіз. Сол кезде жаңағыдай имандылықпен Аллахтан қорқатын адам өзінің мемлекетіне ешқандай опасыздық жасамайды. Егерде ол жаңағыдай адамдарды шет жақтан біреу қария ниетпен мысалға тәрбиелеп біздің арамызға енгізбесе, көрдіңіздер ме ағайындар? Осыны ойланайықшы. Осыны ойланып, осыны қолға алайық. Осыны жоғарыда отырған ағайындарға жаңағыдай, жалпы жоғарыда отырған адамдарға емес, өзіміздің азаматтарға сіздерге үндеу. Біз өзіміз жаңағыдай халқымызға жақсылық жасаймыз десек, мұсылман партиясын ашуға біз тырысуымыз керекпіз. Сол жерде мысалға айтылады ғой, конкуренция дейді, жаңағы нені көбейтеді, сапаны арттырады дейді. Бәсекелестік сапаны арттырады дейді. Сондықтан ағайындар, бізге солай мұсылман партияларында көптеп ашуға тырысуымыз керекпіз. Құдай бұйырса. Мен де енді ақырындап қазір осы алдынан бері ашып жатқан партиям бар. Ол партия мысалға Ал Тәуекел деп аталады. Енді Құдай бұйырса оны да ақырындап жасаймыз. Иншалла. Бірақ сонда да бір партия емес, бізге бірнеше партия керек Қазақстанымызға. Соның мықтының мықтысы дегені түсінген жаңағыдай билікке келетіндей қылу керек. Алла бұйырса. Әлбетте оның бәрі бейбіт жолмен болу керек. Мен ылғи да айтамын. Мысалға бізде исламда ешқандай бүлік болмау керек. Ешқандай бүлік ештеңе болмау керек. Нағыз демократия ол бізден исламнан, шариғаттан шыққан. Демократия деп оны ауыстырып алған. Сондықтан ағайындар, осы орайда ойланайық. Бізге ислам партияларын ашып, халқымыздың жағдайын жасауымызға тырысуымыз керекпіз. Ассаламу алейкум.